Короче, мынау сенің балаң, и бұл үйге ішіп келді. Бұған не деп ұрсасың? Мынау ішіп келді Ишак. Ей, мынау сияқты болғың келе ма? Мынау сияқты болғың келе ма? Ішпеймін ғой. Дұрыстап ұрыстай, әкесін. Типа балам болма мен. Мынау балаң деймін. Ішіп келді үйге. Сен бала не? Шетін жасқа жеттік. Ишак, сен де түрін жасап алсай. Жоқ, сен былай екеуміз былай әңгіме соғып отырамыз, ол ішіп келеді үйге. Москвада темалардың болды. Ол жүріп жатыр айтып ақырында. Келді мынау балаң. Ишак, бар дәрет ал, намаз оқимыз. Мен саған айттым, шетін жасқа жеткенсің ба не? Аған тұр деймін. Айтшы, ұршы ана. Аға. Мен сен балам бар ғой, мен сен балам. Шешене айтам. Не айтасың? Қалай ұрсасың сен? Сен қандай наказание істейсің мысалы? Шеше, мен әлі папа болып көрген жоқпын. Ішіп келді анау. Не наказание бересің? Папасы емессің ба? Неше жасында шығып жатыр ол? 13 жасында. Малсың ба? Мақыл 14. 16. 17. Жоқ. 18 болсын ба? Кім, ол ма қыз ба? Ол Қыз. Мақыл, ол 18 жасында ішіп келді. Еще машинам без права айдаған. Алдында екі қыз отыр. конкретно Машина бампері жоқ конкретно. Бір қыз маған, бір қыз оған. Бұлай ұрсам ғой? Мен ұрыспыш, анаға ұршы, мен ұрасың келсің. Айтқан түсінесің бе жоқ? Қанша айтам мен саған, не? Мен осы боксты бастағалы весім 78-79 болып жүрді. Қазір мен весім 73-74. Қолым осындай, ал бұл менің әйелім, бұл менің мотивациям. Көрсай, мен де тренировка істеймін, сол кезде фигурам көрсетемін қыздар. Мен бұл видеоны жігіттерге мотивация болсын деп салдым. Мен қыздарға мотивация боламыз. Бұның барлығы просто еңбекпен келетін нәрсе да. Ахи, бергеш. Қыздар көздерін жұмыңдар. Жоқ менде ондай. Қарама я. Ошоу. Ашайын ба? Түрін көріп тұрмын, аш тасбақа ұқсап тұрмын бұл. Байтыш, болды. Менде де емшек бар негіз. Үш баласы бар екен, әжесінің үйінде. Лақпаш. Меккеге барып келді бауырым. 2 сағатта барып келді ғой Меккеге. Осындай сағатты қайдан аласыңдар, күшті. Доста, қолым тигізбе, қымбат тұрады. Билегім бар. Қызым шай қайда? Че там, кездесейік, вино ішпедік, мен не салатқанақ десе. Осы неғып Астанаға келсең қуып кетесің, е? Семір кетіпсің ғой сен. Раз-два көрсетші, раз-два. 30-ға дейін орысша санашы. Кешірім сұраймын орыстардан. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20. 1986. Қара, 1986. 1986 дедің, я? 6 деген 6, 7, 8. 18, 6. Машалла. Кішкене акцент бар. Біраз нәрсе бар, брат. Самғалын арабша білемін. Що, бану не болды? Ажырастық. Бала ода қалатын болды. Есаламсың, бе? Ұшыма үйлену керек, тез қыз табайықшы, бота. Туыске шаш. Контент айырамыз ба? Айырайық, кетті. Тренировка істейсің? Мысалы, сен мықтысың ғой, мықты и әлсіз деген образ бар. Әлсіз деген образ болса ғана сендер мықты болып көрмесіңдер. Бәрі мықты болса, кім әлсіз болады? Біреу әлсіз болу керек қой, мен ақ бола салайыншы. Біздікі тренировка тек дұғамен ғой. Ассаламалейкум. Кім кеп тұр? Не болды? Үйді қайдан білдіңдер? Видеоға. Құрғол келдіңдер ма не? Құрғол келдіңдер ма бізге? Давай, зигизаг яптыңдер. Давай, күтем. Давай. Давай, тез. Жоғай керек емес, бергел. Әдемі. Шай ішеміз ба? Ақиға шай берейік енді. Сен кәне толық қапсың, Кече бұрыннан сондай ғой. Енді бір қыз болса қасымда айтады. Осымен ақ жүре берсе күн көріп жүрсің, осымен. Үші бейтіп сауапты да. Ауру қалса да әдет қалмайды дейді ғой. Қол бейтіп қалған ғой уже. Мына бургер өте дәмді екен. Заказ. 50 донер, 50 бургер.
50 бургер, 50 донор. Аха. Бізде ожидание болады. Жақсы, күтем. Болмапты. Қалайсыз? Жақсы, өзіңіз қалайсыз? Жақсы. Мен осы донердің абайда маркетинг директоры боламын. Сіздердің болат шығар? Жаңа байқап қалдым, сіз кассада 50 донер, 50 бургер заказ етіп жатыр екенсіз. Иә. Сіз сұрайын деп едім, не үшін заказ етіп жатырсыз? Просто үй жоқтарға берейін деген ғой. Қайырымдылық негізде ма? Аха. Біздің атымыздан болсын. Үлесімізді Жоқ, рахмет. Өзім төлеймін. Өзім төлеймін, қоя беріңіздер. Рахмет көп. Жоқ, өзіміз төлейміз. Біздің атымыздан үлесіміз болсын. Точно ма? Иә, әрине. Жақсы онда. Жақсы, сау болыңыз. Рахмет көп. Ал енді донер мен бургерлерімізді күтеміз и үйі жоқтарға беретін боламыз. Вау, күшті. Мынау сіздердің заказдарыңыз, қазір барлығын с собой салып береміз. Болды, бұл аманаттарыңыз точно үйі жоқ, шынымен мұқтаж адамдарға берілетін болады. Рахмет көп. Точно ғой, иә? Иә. Точно сендерде үй жоқ қой, иә? Айша? Жайт. Ұйқыдан тұрсам кешегі видеомыз атып кеткен, донер үстімізден заявление жазып жіберген. Енді срочно бізге 50 мұқтаж керек. Бургерлер қақып кеткен, донерлер жеп қоямыз ғой. Жазыңдаршы. Менің кінәм жоқ, ағай. Сен жеу керек, мына бітіру керек деген соң саған көмектестім. Мен білген жоқпын сен оны. Қайырымдылық. Сен үйің жоқ қой, квартирада тұрасың ғой. Сен үйің жоқ. Мен Алматыда, папам маған үйінде тұрам. Менде үйім жоқ. Жазыңдар, донерлер таратсақ, мен 2 апта кететін сияқтымын ғой. Бәріңе сәлем. Бізде бүгін cooking time, бірақ тамақ емес, сосын сухофруктыдан емес, свежий фрукттан компот жасайтын боламыз. Грушадан. Суымыз қайнады. Мынандай грушаны долька кесіп, қайнаған суға салатын боламыз. Менде басқа жемістер жоқ. Осыдан біраз қосып салам. Нормальный болады шығар. Мен негізі компотты сухофруктыдан жасаймын. Ложечка да ұнайды. Ну, вроде дайын болды. Енді қазір ситадан өткіземіз. Содан кейін қант қосамыз. Вот чищи. Мозгов у меня нет, господа. Но зато есть идея. Технология! Компот сақой ма? Молодец. Бұдан киімдерін жеп сешпін. Пиво сияқты онdan тұр, иә? Даже компот емес сияқты ғой, иә? Сухофрукты болмады? Бірден қос қойдың ғой, иә? Жоқ. Неге түсіріп отырсың? Жай көрші. Сешін ол. Зейін чай ғой. Не? Жан, мен өзім сенмін. Жоқ, ей. Базыр. Мен ақымақ емеспін ғой, да? Зейін чай ма? Ма? Молодец, сеш. Ұйықтадың ба? Өзім мен ішемін. Емессің. Бірақ мен артын үйренмін. Ну, шыны пиво ғой. Ешқандай несі жоқ, ішіп көрші. Не болды? Точно халал ма? Бенни, привет. Бүгін бізде үйде қонақтар. Мына арбуздың түсін қарасаңдар. Қалай саған бауырым? Нету салфетки. Үш бала асырап алдық, в общем. Қалай екен арбуз? Блин, офигенно, классно. Шай мен арбуз вообще потолып кетеді екен негізі. Бұлай ма, қарадың? Опо. Құлсыйдан құшықпа дейді ғой біздер. Бұйыртса бізге кетіп барасыңдар алға. О, вообще кайф. Ошандай ұзын болмайды такой. Қоқаның кесін ғой, что не Мен де құрғыл келмедім, бауырым, құтты болсын мен ақтап. Кімге женшеге өзің бере саласың ғой? Обязательно. Келеді деп ойлаймын, если келеді ғой. Мынау мұртым мен сақалымды өсіп көрем бе деп отқам ғой. Что-то маған үйлеспейтін сияқты. Ладно, алып тастаймыз.
Мына жақта шайды жинау керек болып отыр вообще. Қонақтар кетті. Мен андай адаммын ғой, короче. Тойға барған кезде, үйге қонақ келген кезде мен вообще тамақ ішпеймін. Вообще тамақ ішпеймін. Бір өтірік шығып қоямын анда мында, короче. Жаңа бір 2 манты қалған ғой сонда. Соны жегем ғой. Дәмі деген потолоктан аны. Соны ботадым. Қалған тестадан. Қалған фарштан істедім. Неше штук сен? 6 штук шықты. Тоясың сен. Осындай әйелден қалай айналып кетпейсің айтыңдаршы. Бірге жинаймыз жүре ма? Біреуге келген сияқты үйге. Көсенай, Зәні, Құдай, кім бере салған мұнаны? Зәні ғана көнені, көсенаны, көсенаны, Күйеу ата, қалыңыз қалай? Қайым бала жақсысың қойсын. Не қойым? Астанадан істеп жүрсіз? Тони Старк. Масалмаш ба, шайынш. Және көдіні пөшені. Менен басқа ешкім естіп екет пичара қайнатасын. Бүгін апрельдің 6-сы арбуз жеп атырық. Астанада. Күйеу ата. Қайым бала. Қазылатпай же, шеш бас киім дастарханда. Өле жегенше бөлеже дейді папмаңыз. Мам, берекетін алмай қолмен жей беріңші пап. Камераға жеп отырмын негізі. Сен тыста камераны мені. Ох, ба. Күйеу атам актер, келіншегім актриса. Короче, бір сөз айтам, соны әртүрлі неде мен айтқан ойнау керексіңдер. Бірінші сөз болды жетер енді. Ашумен. Ондай қойса жетеді. Жош кетті. Термізім кетті. Қуанышпен айтыңызшы. Болды, қойшы жетеді енді. Бота енді сен ашумен. Болды жетер енді. Папсы жылай аласыз ба? Анда кино жылау керек болса. Кейбір киноларда актерларға капля тамызады. Папаға никогда тамызбаған ондай. Папа өз жылай ма? Иә. Саған ше? Маған да тамызбаған. Келіп өтсе бір жылап қызыр. Адам емессіңдер ғой өсілер. Болды. Пап көзіңіз қыза. Пап нешедесіз қазір? 44. Сонда сіз менен әжептәуір үлкен екенсіз ғой, иә? Раз-дваны үйрендім көз. Бокстан ба? Иә. Енді. Кәне. Раз-два. Раз-два, три. Сразу. Раз-два-три. Бірден шыға ма? Мұхит аға осыны үйретіп жүр қазір. Мұхит, молодец. Баздан үйретіп отыр ғой саған. Скоро уже 4-5 частер бәрі қиын болады. Тренировканы ұрып атыр ғой, әйтеуір. Бірден шығып қалады ау деп істеп атыр ғой, әйтеуір. Ел жұрттан қаламыз ба деп. Негізі бала кезде де спортқа жақын адамбыз ғой. Өзіме де обал жоқ. Алматыға келіп бір күнім тіс емдеумен өтті ғой. Ойбай, маған қарап тұр ғой. Тістерімді күтіңдер, тістерімді. Ойландырш, бір күнде 4 тісімді емдетіп, 3 тісімді жұлғыздым ғой. Мына жерде до-после болу үшін суретке түсіріп алды. Өз басым укол дегенде жаным жек көреді. Мына уколдың түрін қарасаңдаршы, стоматологтардың көңіл күйлері күшті, қолдары жеңіл екен әйтеуір. Өзімнің Африкадағы влогымды қосып қойып рахаттанып көріп жаттым. 4 тісімді емдетіп алып, тістерімді 3D-ға түсіріп келдім. Снимокты барып көрсетсем, біреу емес, екеу емес, 3 ақыл тіс өсіп кеткен ғой маған. Не істеймін ал енді? Рахмет апай, қолдаңыз мен. Рахмет апай. Осы жерде жұмыс жасайтын апай ғой қолдап жатқан. Тісімді жұлдыртпай тұрып, өзім тісіме чистка жасатып алайын деп шештім. Есі дұрыс адамдар бір немесе 2 тісін әрі кетсе жұлдыртады ғой дем алып отырып. Мен бір сәтте 3 тісімді жұлдыртып тастадым ғой. Чотам ба? Ё-май. Динозаврдың тісі саған. Неме қисыр бәрі мынандай ғой. Кейбір адамдардың пилінен тізу ғой. Қалай мынау құстың тұмсығы ұқсаған ғой мынау, иә? Кімнің есінде осыдан 1-2 жыл бұрын осы жақта мен тісіме брекет қойдырғам. Мынау енді до-после фото. Құдай ақы соңғы стористерді мен салған жоқпын. Сен мен сторисімен не салғансың? Сұлумын ба дейді. Не алып салғансың дейді. Мен ба салғанша? Маған тигісі келетін қыздар бар ба? Бақытты етем, уайымдама жаным дейді. Иногда ахи, иногда похуй дейді. Екі телефоның болса осы қап. Нан ұрсын мен емес деші. Қашада көпті? 2000 шақты. Қызығы, қарада сіз қылады. Бота екеуміз бүгін доставкадамыз.
Донердің абайы. Кеше астаналықтардың арасынан комментария кім күшті комментария қалдырады деп едік. Ойландаш қандай қыз ұтып алды деп айтайын ба? Короче, басқа қаладан жазған, Екібастұз деген қаладан жазған. Бірақ білгенді ұтсам Астанадағы туыстарыма жіберем деп. Інжу деген қарындасымыз. Қазір сол кісілердің туыстарының үйіне барамыз. Туыстары танима бізді. Танып тұр ғой? Да. Мынау ботаның жақсы көретін бургерлары. Астанада бүгін ауа райы керемет болып тұр. Кетік бірге барып эмоциясын көрейік. Осы ма? Опа. Ыстық күйде. Кіре берсек бола ма? Айрандар ғой өзіміздің. Өте қуаныштымын. Олжасқан сен менің жерлесімсің. Көп блогерлерді көп біле білмеймін ғой. Мына ұлым Олжасқан ағаны екі басқарсам көріп қалсам екен деп армандайтын. Мен ол кім десем, осы кісі мама қара, жерлесің дейтін. Міне бүгін үйімізге келіп отырсын. Ұлым сені көрсе, фанатым анау өнер барысында деген алға деп. Әдемі. Олжасқан саған бір өтінішіміз бар. Қандай? Мына қызымның ырымын жасап тұсауын кесіп берші. Қашан? Қазір. Ойбай. Ырымын жасай ештеме етпейміз өзіміз. Мынау енді ағасымен жасты тай-тай. Сап-сары болып кетті, әзер тауып алдық. Сендей анасың сыйлаған, бауырына қамқор. Бота жеңгесіндей нәзік болсын, актриса болсын. Қайнадан екеуін жосық болсақ қой дегенсіңдер ғой маған, не? Раз-дваны үйрендім көз. Раз-два. Раз-два, три. Сразу. Раз-два, три. Мен саған боксты солай үйретіп жүрмін ба не? А? Жібермек? Адамды сол ішті саған. Ұят емес пе анау? Көрсетші я, не үйреттің бізін, не? Жармес. Раз-два. Раз-два, три. Ей, олай емес, міне, қарсы енді. Раз, два, три. 4 ұмыт кеттің сен. 1, 2, 3. Астаналықтар жақындармен баратын күшті жер тауып алдық. Жақанша көрінер. Короче, біз қазір арабский дегенге кіреміз. Меккеге барып аламыз ба? Арабский Меккеге барасыздар. Меккеге барамыз? Жүріңдер кеттік. Меккеге барып қайтайық. Біздің реакцияны көріңдер ал. Осылай жабылады екен. Короче, Астанада жалғыз жер екен мынандай. Качествосы зор екен. Келіп жатсаңдардан арабский мир дегенге кіріндеш. Өкінбейсіңдер, вообще өкінбейсіңдер. Мына жел, су бәрі шашырайды ғой бетіне. Не деген качество мынау? Біз көрмеген әлі 18 кино бар ғой ойландашы. Сұмдық қоғам мына жерде, көбісі білмейді ғой, е. Мұнан иісі шығып жатыр. Тағы келеміз ба? Иә, андай шетелге деген зауқымды басады екен. Мына әйелдердің шетелге барам деп қақылдай берсе ошеге алып келіңдер. Арабский мир дегенге кіріңіздер. Сол стоит. Қалай қарамайсың, ей жандарым! Кайф! Burj Khalifa'nın üstündeyiz.
кешкі жаттығу көрдіңіз. Абай ма? Жеңе жасауы. Хоп, 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 хоп. Қайта жиналдым. Міне қарай. Хоп, хоп. Мына жаққа қашып кеттік. Хоп, давай кеттік. Хоп, хоп, хоп. Ya, былай кетіп жатырмын. Кепреска ойнайық. Бұрында Тілеужан екеуміз көп бокстасатын едік. Кімнің есінде? Қазір бұның весі менен 10 килограммға ауыр. Пресс пробивать етіп жарысамыз кеттік. Мен бірінші бастайын. Сразу үйге қайта жүрмін да. Тұр тақырын сөз, тұр давай. Неме? Тұр давай. Тұр давай. Жоқ, ақырын өзің ғой. Жоқ, ақырын өзің. Ақырын өзің ғой. 지금 제가 방금 저거 신나야 кіріңдер. Назжан саған. Ya түнде келесіңдер ей болса? Күшті пландар бар ғой менде, грандиозный мысалы түнге. Мына заттарды қайда қоярымыз білмейміз. Екі очкар. Ано айнасы жоқ екен ғой. Айнасы қайда? Қалай? Сен аяғымыз бірдей ма не? Білмеймін, 41-ші размер. В натуре легкий екен анда, ауа сияқты. Чепченлі? Чепченлі аяққа да бәріне. Бұрында киім алған кезде мақтанатын едік қой, киіп көрсетіп. Әлі соны қалып қойған ғой мына жерде. Саят өлең оқып берші. Мына жігіт мощный ақын. Мен өзім бұрыннан өлең шығарам білесіңдер ғой. Мына Саятпен танысқалы жақсы болды. Екеуміз сөйлескенде де өлеңмен сөйлесеміз. Міне перепискаларымыз қараңыздар. Деп салып қойсам. Салмаңдар. 1842. 1842 өлең жазған осы күнге дейін. Мира, Сәміре, Альзаби, сонда кім бар? Диана Исмаил бар. Короче, мен Мирастың 30 ба 40 әні бар менде. Осы жігіт жазады екен ғой. Бұл сен де білесің кімге тиюді? Жаман ұятсыз өлеңдер жазады екен бұл. Көрінбейді көріктім. Айтарым көп, бірақ оның бар мәні, мені бұлай әлі ешкім алдамады. Bir жүрегім құлыптаулы ашылмайды, ал сенікі қонақ үй жалдамалы. Қалды артыңнан болған деген атақ қана, сөздеріміз шатақ қана. Bir жүрегім өзің тұрған бірақ бөлме, ал сенікі жатақ қана. Ауыр емес па мынау? Әдемі бір өлеңдерің бар, махаббат кейбір. Күн тумайтын деген өлең. Өтіретін біз прикол. Аспаныма күн тумайтын секілді, өзің маған қайырлы таң демесең. Аяқ асты жер ұғылайтын секілді, тіреу болып сен жанымда жүрмесең. Ауа маған дем болмайтын секілді, жаным дегер болмай қалсаң күнде сен, бұл өмірде мән болмайтын секілді, егер оны сеніменен сүрмесем. Ай, қалай, ә? Адамда артық бақыт бар ма ғашық болған кезінен? Кеудемдегі жүрегімнен тілдің айтар сөзі кем. Мен сенімен байланыста болғанымда жаным ау, құлақтағы телефонды құшағыңдай сезінем. Ай, мына мощна кетті. Маңдайыма жазылған, қалған екен күнғанша, өтіп кетер жастығым көзді ашып жұмғанша, сол себепті жылжиым бір орында тұрғанша, жазылмаған әндер көп, айтылмаған сырғанша. Мына екеуін тұрын қараңдаршы. Менің анда история өлең бар, домбыраны алып келші. Ата-анам жақсы көрем дейтін өлең бар. Бірақ анда тиктокқа салатындай емес. Ну енді ұзақ та. Прям ұзақ па? Прям ұзақ. Мына жерін қосайын ба или керек емес па, қалай ойлайсыңдар? Қазіргі поколение проблемасы ғой. Именно қыздар жағынан. Мә, кетері тылап болып кетермін. Бұл видео кредиті бар жандарға. Қалай өтіп білмей тұрмын, жаңағындай кез келген нәрсе Алланың қалауымен болады. Бірақ күнәлі істер, арам істер Алланың қалауымен, бірақ разылығынсыз болады. Алланың қалауымен менде кішігірім бір сынақтар болып қалды. Мен жақын адамым үшін, өзімнің бауырым үшін кредит алып берген, осыдан бір 3 жылдай болу керек, 3 жылдай алдым. И пәленбай миллион қарызға кіріп кеткем. Мен негізі кредит анау деген нәрсеге мүлдем жоламаймын. Кредитті сен алған жоқсың, сен біреуге алып бердің. Мен біреуге алып бердім, и ол жоқ, короче. Өзім төлеп жүрмін. Осы кредитті жауып, сосын Аллаға уәде беремін, что ондай нәрсеге мүлдем жоламаймын, себебі Алланы разы етпеген нәрсе ешқашан береке алып келмейді. И адамдарға да кеңес беремін, мүлдем
kredit ред деген нәрселерге мүлдем жоламаңыздар. Себебі дәл осы нәрсе біздің отбасымызды екіге айыруына сәл қалған. 845 мың теңге. 2,5 миллионнан көп болған негізі. Мүлдем жоламайықшы осы нәрсеге. Бізді құртып атқан, қоғамымызды бұзып атқан, отбасыларды ажыратып атқан дәл осы нәрсе. Тіпті осы өсімқорлықпен, процентпен айналысатын адамдарды Алла тағала Құранда Фирғаунмен бірге атаған Құранда. Фирғаун деген кім? Аллаға тікелей соғыс ашқан адам да ол. Ал кімде-кім дәл осындай өсімқорлыққа жолады ма, значит ол Аллаға соғыс ашқан адамдармен бірге тұр деген сөз. Үні кетті. Білеміз, ешкім жетіскеннен бұған кірмейді. Бірақ сонда да барынша бұдан аулақ болуларыңызды сұраймыз. Мүлдем қарызым жоқ. 47 мың теңгем бар енді. Аллаға шүкір. Кредиттарыңыз болса, тез жабылып кетсін. Короче, спорт залға келгенбіз. Осы жерде мен бір арман қойдым өзіме. Болашақта мені жақсы көрген қыздар да дәл мына рингке келіп, бір-бірімен төбелесіп, ішінен мықтысы маған тұрмысқа шықса деген бір ой келіп тұр. Қалай бұлай? Әдем ама. Короче, Олжас өткенде мынандай капа жасатқан, тістейтін. Осын 1 миллионға жасаттым. Кән? Ой, молодец. Бала қазір тренировканы қолға алған. Тренировканы өлтіріп жатыр. Короче, жақында бой болады. Мені құр жүр деп ойламаңдар. Мен де күресіп жүрмін. Нәпсіммен. Сүргілақтан шақсын. Болды, жетеді. Мынау, в общем, Ахидың білім алған жері. Нұр мүбәрәк дейді. Короче, мынау біздің университет. Қазір бүйтіп жүре бермейміз ғой. Біз қазір на корпустамыз ғой. Мынау біздің мешіт. Алматыдағы ең әдемі, ең танымал мешіт дәл осы. Кішкентай, ну, әдемі. Мынау біз жатқан корпус, короче. Мынау общагасы. Общага? Иә. Мынау не? Бұл новидан салынып жатқан корпус. Қазір жақта көрсетем. Мына жақта Ерлан Ақатаев ұстаз, Ризабек Батталұлы ұстаз, и Қазақстандағы имамдардың бүкілі осы жерден шығады ғой. هذا عندنا شخص المشهور في كازاخستان. هناك تقليد أكثر من 3 مليون. Араб сөздер ма? Иә, бізде білімнің ең патологы ғой, короче. Содан Мысырдан келіп, бізде араб сөздер сабақ береді 20-дан көп. Орамалды қыздар көп екен, Айырмашылығы балдар мен қыздар бөлек оқиды. Біздің университеттің ұстаздары аударып шыққан Құран кітап. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Сонда Алла араларындағы шынайы иман келтіргендердің, әсіресе өздеріне ілім берілген білімпаздардың дәрежесін еселеп, үстіне еселей түседі дейді. Яғни олардың дәрежесін Алланың алдында көтеріп қояды дейді. Мына универде 3000 студент оқиды екен. Мұнда тіпті ұстаздары басшылыққа неғылмайтын, мойынсынбайды бағаға келген кезде. 3000 адам осы корпуста оқиды. Ал мына қасына салынып отқан мына жаңа корпуста 10 000 студент сияды. Кеттік сырттан көрейік. Иә, рухани кештер, Нұрсұлтан ұстаз, Ерлан Ақатаев ұстаз, тіпті марқұм Бауыржан ұстаз да осы жерлерде сабақ беретін еді. Саған жарасады екен мынандай жерде отырып. Мына университетте ең мықты беске оқитындар бар ма? Иә, осы жердің ең отличнигі бар, осы университеттің, ол Ерлан Ақатаев деген ұстаз. Ең нашар оқыған кім? Мен ғой. Мен прям өзі мықты оқымаған. Ең үшке оқитын мен ғой, короче. Ал мына жақта небір білімді адамдар бар. 3000 студент болса, мен 2999 орнамын. Өте білімді мына жақтың балдары ше. Мынандай нәрсе ғой. Мысалы, мен аш қылсам, сен мені тойдырсаң, оның сауабы саған барады. Оның сауабы саған барады. Мен тірі болғанға дейін. Мен өлгеннен кейін уже болды. Сен мен бір рет тамақтандырдың, өмір бойы сауап бармайды. Ал бір нәрсе бар, что сенің артынан мәңгілік қана баратын, ол мысалы осындай жария садақа дейді, адамдарға жариялап берген емес. Ол дегені барлығы болатын жерде, мысалы жол салсаң, немесе осындай мешіт медресе салсаң. Мына корпустың салынғаны 25 жыл болды. Қараса, әлі жап-жаңа сияқты тұр. Ал ана корпус болса 10 000 адам оқиды. Мына үлкен ғой. Қараса, қандай 10 000 адам сиятын. Біз енді алаң қалаумен азда болса атсалысып кетейік. Қолымыздан келгенше садақаға көмектескен түсіре беруге болады ғой негізі. Ода проблема жоқ, наоборот, ол насихат қой. Сен жаман нәрседен қарағанда, иә. Адамдар жүр ғой, казидон рекламалап, сен неғып садақа неге реклама жасамауға, неге ол садақаны жария бермеске? Адамдар күнәнді көшеде зинанды ашық істеп отыр ғой. Сен жақсылық неге жасамасқа? Ақина қалай кіреді? Платеж. Нұр деп жазшы, Нұр деп жаз. Нұр. Аха. Ол бірінші тұр, Нұр Мұбарак қоры деп. Бұл медресеге, мешітке емес, бұл дәл осы ислам университетіне. Үшеуміздің атымыздан 50 000 теңге жіберейік. Болды. Қабыл болсын. Қиын жер жоқ, көрдің ба? Каспиге кіресің, іздейсің, Нұр Мұбарак қоры дейсің, шығады, ақшаны жібересің. Бұл жаққа, мысалы, сен пітір садақаны жібере аласың. Жоқ, пітір садақа бір рет беріледі. Адам басына бір рет, бір оразада, мысалы 30 күн бойы ұстадың, 735 теңге бересің. Бір адамға 735 теңге. Дәл осы университетке берсең де болады. Себебі бұл не істейді? Қияметке дейін саған бар. Кеттік. Жылдамырақ. Ойбай. Хоп.
Кәне двоечка көрсетші. Мен саған үйреткен двоечканы. Саусақтарының ара шаққан ғой бұның. 0,5 жасауында көрсетші кәне. Қайдан алғансың да киімді? Африкан әйелдер ұқсап. Бұрыннан бар ол. Ой, мінезі бар өзінің. Мысық бош кәне. Жаным, апам. Апа көзіңіз немесе алғансыз? Көзім ауырып. Көзіңіз ауырып жүр ма? Апа, біз сағындыңыз ба? Мына сізге апа. Тағы бір гүл бар. Апа тұрыңыз. Оля! Ет пе? Жейтін ет. Шеке қойды апа. Мам? Ой, мама тұрмысқа шығып кетіпті ғой бізде. Қазір мама апамен тұрмайды. Мынауын біздің мамаға деп алған гүліміз. Ой, күйеу бала қайда? Видеоға түсқысы келмей тұр. Ой, отыр қойды. Қайын жұтқа кетпей, қайсы? Көзімді ашпам. Маған ба? Иә. Құдай білетті. Жон алмады ма не ма? Что ғой? 2, 3, Мен сенің сыйлығын жете ұмытып кеттім. Мама бермей қойыңызшы. Неге? Менікі қымбат емес. Ой, мен сізге алмадым. Алмай-ақ қой. Бізде, как всегда, Тілеужанның туысқандары. Жанатаға отырсаңызшы келіңіз. Павлодардың самый топовый стримері. Стримнан шықпайды ғой мама екеуі. Африкан видеосын көрдің ба? Олжас күшті болды, құдай білет. И как будто бар ғой, сен соның ішінде жүрген сақтысынан көргенде бар ғой бәрінде. Мына бала ғой монтаждаған. Мен екінші туған бауырым ғой. Темірлан деген. Бұл вообще видеоға түспейді. Біз үйде 3 баламыз негізі. Күйеу балаға төс беріңдер, төс. Тауықтың төсін беріңдер. Мен өзіңнен қабылдаппын сүюді. Мен өзіңнен қабылдаппын. Келген смартыңа. Короче, апа, мен атымнан сізге 100 000 теңге. Мамам сізге. Ой, маған бір 10 000 теңге артық кетіп қапты ғой. Ойнамайды. Көбі сұрайды жетістікке қалай жеттің, не жасадың деп. Міне сенде жауабы. Жетістіктің кілті осы міне. Үйдегі ата-ананың ризашылығымен сол кісілерді қуансаң, жолың әрқашан ашық болады. Себебі бұл кісілер біз үшін шынайы дұға етеді, шынайы тілекші, шынайы қуанады. Сіздің отбасыңыздан артық мына өмірде жақсы адам жоқ сіз үшін. Сенің амандығыңды тілеп отыратын, иә? Бақытты болыңдар. Ата-аналарымыз аман болсын, жігіттер, қыздар. Келін. Ай, ет тұрдай қана, ет тоқы деп бала. Ботаға 30 000 бердіңіз, өзіңізге 100 000 болып қайтты. Пирамида деген осындай ағай. Сосын кетеміз. Тілеужан, мен Бота үшеуміздің асымыздан ғой. Сразу мама бардым да жинатқыздым ғой сізге. Түгеш, сен қандай жетесің? 21 жылдың ішінде Тілеужан алғашқы рет мамаға гүл беріп жатыр. Қумашы, оны бердім ғой. Осы күнге дейін 19 жыл бойы Тілеужан өзінің қыздарына гүл беріп келді. Ана жолы просто мынандай алып барған ғой бір қызға. Ол кішкентай болған, мынадан. Сосын мама айтқан ғой, неге әкелмейсің, сосын алдым да бардым. Сосын айтқызбай әкелу керек қой. Кадрлар бөлек па? Ой. Солай е ол жақ. Ыстық. Мына жері кайф, апа. Қараңыз апа. Күшті апа, е? Ойбой. Қалай екен ет, апа? Мам, ұрламаңдар, мам. Апа беріп жатыр. Апа, бермеңіз. Апа, бәріне бөліп берейін деп жатсыз ба? Бөлек екен, апа. Сіздерге бергенсін осындай гүл беру керек қой. Мынаны, короче, бала шағасына бөліп берейін деп жатыр. Кеттіңіздер ме? Жақсы, Жанат аға. Адыши маманы алып келгеніңізге. 100 жасаңыз. Қашпаңыз, қараңыз. Мына 2 доставщик. Гүлді алып кетем дей ма, мама? Қайткенмен де өз үйің кайф қой, Осы үйде 15 жыл тұрдым. Ұнады ма Букет апа? Мына үйде қаншама контент түсіріп едік қой сендерге, Мына кездерде айтсыңдаршы, Тілеужан апарып қойыңдар. Давайте ал, аман есен жетіп алыңыздар. Рахмет балам. Көп жасаңдар, бақытты болыңдар. Рахмет. Келіп, бізді ескеріп, осылай. Әйтпесе осы барлығын алып беріп жатсың ғой. Апам жақта. Апам қойды. Мына жақта. Кетті мама. Давайте ал. Мама ауырма. Ертең апаға жинап беріңдер ме ішін бәрін. Ботаға көмектесіңдер шай жинасуға. Жинайды өзі, не болды сонша еркелетіп.
еркелете береді бір келіндерін әйтеуір. Күтіп қалды бар. Қалғысы кеп тұр, көрдіңдер ма? 3-4 күннен кейін келем аласың. Не? Онуға келем. Давайте. Күшті болды, как старые добрые времена. Мынау ашылмайым. Бол ақи. Бір қызық болды, до конца көрдіңдер қазір. Құрметке келдік. Аяқ асты. Короче, кешке қонаққа барамыз. Соған Дарья море керек. 5 штук Дарья море. 6 ма? Басқа қыздарға тағы не подаркалар бар? Қайсы жақсы мынау? Мынау қызға? Мынау да күміс па таза? Иә, күміс. Не болды тілін шығарып? Көрейін да. Кайф қону. Кайф, иә? Открытка керек па саған? Открытка, иә, керек. Мынау бәрін не істейсің? Қарындастар ма? Қыздар мейрамдармен. Қанша жұмыс істеп жатсыздар? Демалмайсыздар ма? Мынау сендерге. Менің атымнан. Общий жеңдер, иә? Қайта витринаға қойып сатып жүрмеңдер, иә? Астанадан Құрмет деген магазин түнгі 11-ге дейін істейді, если что. Тәуелсіздік 23 деген адресте. Жақсы, давайте. Дары море алғанбыз ғой. Қойш? Сендерді алдыңдар ма? Біз алдық. Өтсек бай, Сөз міне. Еще саған кеше түнде жазамыз, брат. натуре алып тұғын. Мамаға ше. Саған жазамыз. Йо, маған жазып тұғын инстаграмда. Не деп жаздың? Іш киімсіз суретін жіберсін. Қайда бару керек? Алыс па? 15 минут жеріне. Давай, тез. Бірақ қыз ғой, ә? Ашыл! Ашылмайды да. Біз зор машинамен жүріп та бүгін. Мына жігіттер, в общем, бізге просьба жасап жатыр да, бір қызды барып құттықтап беріңіздер дейді да маған. Соған баратырға, ақи сен машина айдағанын ше? 03 деген қай жағы? 03 деген қай жағы да? Мына сигналын қарасайшы қай жерде? Гүл аласың ба? Мен брачкамнан алмайсың ба гүлді? Йо-ма. Саған адрестігі WhatsApp-қа жібере салайын ба? Біз бара берейік па? Өмірінде біреудің қызын барып құттықтаймын деп ойламаппын. Алыс па екен? Жақын екен 2 сағат. Не істеу керек біз вообще? Тост айтып жіберсем былай. 8 мартымен деп жаңағы Ұлжалғасты өзім, Ұлжалғас есімі. Баяғыдан жүресіңдер ма? Точно үйленесің ғой, брат, ертең айтып оқамасын. Ұлжалғас деген қыз қайда? Девушка, книга жалбын алып келесіз ба? Мынау ортада қайтып құттықтаймыз да, кісілер вообще танымайды ғой. Ұлжалғас деген қыз осы қыз екен. Саламатсыздар ма, кеш жарық, құрметті нәзік жандылар, сіздерді бүгін келіп жеткен мейрамдарымызбен шын жүректен құттықтаймыз. Мына жерде администратор қыз бар екен, Ұлжалғас деген. Ұлжалғас, сені шын жүректен құттықтаймыз. Ортаға келсін. Бақыттың атынан саған кішігірім сыйлық болсын. Сен мені бұлай неге жүрегіңе орап алдың? Көрдім де алыстан қасыңа неге бара алмадым? Біз жайлы не де... Сен шымақ мейрамымен құттықтаймын бәрін. Жақсы көресің ба? Молодец! Болды? Бақытсың ба? Болды! Вообще танымаймыз да балаларды. Мына жақта отырған адамдарды точно танымаймыз. Можно с вами фото? Иә, болады. Апам құста жүршін, апам. Құтты болсын мерекеңіз. Аман болыңыз. Мені алып қойсайшы, Дарья морені алып қойсайшы. Аман болыңыз, апа. Сізге бір кішігірім сыйлық бере салайық. Қабыл алыңыз. Ой, рахмет. Аман болыңыз. Мейрамыңыз құтты болсын. Ау, мен айтқаныңыз келсін. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Қараңыздар, кімге береміз? Бұл алғашқы 100.000 теңге, қараңыздар. Қараңыздар, мына бауырымыз қалай түсірген? Жай қарапайым түрде отбасымен бірге өзі живой контент түсірген. Біздің отбасымыздың зигзаг ішпесе көңілдері көншімейтіндері бар енді. Достар, міне көріп тұрғаныңыздай бүгін дастархан басына зигзагиді әкеп бердім. Қалай зигзаг сіздерге ұнай ма жалпы? Ой, мынау суда Қазақстаннан өндіріле ме не? Иә, отандық өнім ғой. Отандық өнімді қолдайық. Отбасымен бірге контент түсірген. Осы бауырымызға енді қазір хабарласамыз. Қазір хабарласып эмоциясын көретін боламыз. Кім бұл? Мен бала звондап отқан ма? Олжабай ма? Иә, айтыңыз. Аха, мен мамасы боламын. Өткенде зиги-загиді боқтап бір видео сатты ғой. Боқтап? Иә. Білмедім. Видео салған жоқ қой, ол тек отбасымызбен түсіріп қойдым. Әпке қалжыңдап жатыр қа? Қалдым ғой, балам ондай емес деп. Қай жақтан боласыздар? Алматы облысы Есік қаласының қасында ауылда тұрамыз. Қандай ауыл? Қаракемер. Қаракемер ауылынан адамдар болса жалын сәлем. Сіздер қазір видео түсіп жатсыздар. Сіздерді шын жүректен құттықтаймыз. Біздің отандық өнімді қолдағаныңыз үшін сіздерге 100.000 теңге қаржылай сыйлық. Рахмет, қуаныштымыз. Баламның арманы орындалып жатыр. Рахмет. Қазір сіздерге код барады, соны айтып жіберіңіз. Ойнап айтамыз. Бір мүмкіндік Олжасханмен кездескісі келетін еді, баламның арманы еді.
Алматы қаласына кел десеңіздер келеміз. Жоқ, біз Алматыда емеспіз, біз Астанадамыз. Бұйыртса Алматыға келіп жатсақ, бұйыртса Алла қаласа кездесеміз. Сіздерді қарап, всегда қолдап отырамыз. 100 мың теңге өттіңіздер. Енді бізде 900 мың теңге қалды. Каспий номер жазып жүрсін балаңыз. Осы ораза айының қарсаңында Зигизагидің атынан кішігірім қаржылай қуанту. Ең бастысы, именно Зигизагидің литровыймен түсіру керек видеоны. Бізде әлі 900 мың теңге бар. Значит, біз әлі 9 отбасыны қуантатын боламыз. Аты Олжас екен тоже, прикиньте. Номерін көрсетпей қойып. 100 мың теңге кетті. Как положено отчет. Енді 900 мың теңге қалды. Главное, 1 литрлік зигизагимен түсіру керек. Вкус разница жоқ. Главное, креативный видео болса болды. Искусственный интеллектпен видеолар қабылданбайды. Сразу айтып қойып. Шықты не? Шықты. Сіздермен бірге көретін боламыз. Короче, ютубқа кіресіңдер. Олжас хан деп жазасыңдар ғой, в общем. Олжас хан Африка деп уже көбісі іздеген ғой. Міне, бірінші тұр. 1 сағат бұрын салынды. В общем, біз әлі өзіміз көрген жоқпыз. Біздің реакцияны көресіздер қазір. Ең жоғарғы качествоға қойып алыңдар. 10, 20, 30, 40, 50, 60. В общем, біздің блогтағы қызықты моменттер TikTokқа сап, көп просмотр жинап, эдит жасағандарға осы ақшадан беретін боламыз. Ал кеттік көрейік. Бисмилля. Африка. Качество потолок па? Аппақпыз ғой басында. Қайтадан барғым келіп кетті. Кешірім сұраймын. Сабыр. Нағыз әлі есінде отыр. Мынаны көріңдер ла, потолок. Мынау тегін кино сендерге, кинотеатрға барып керек емес, ютубтан тегін көресіңдер нан. Мен қатын келді. Не болды? Бануға аллергияң бар ма? Тегін киноға мынау. Мынау мен бауырым монтаждады барлығын. Жаным сол. Всегда монтаждайды ол. Ахи, алғашқы 50 мың теңге кетті ма? Кетті. 1, 2, 3, 4, 5. Аллаға шүкір, ютубтағы видеомыз 2 күнде 800 мың қаралым жинады. Енді қолдау 5 болды енді. 20 мың лайктан асқан эдиттарға қазір 50 мың теңгеден жіберетін боламыз. Енді потолок. Мына жігітте 31 мың лайк тұр, қараңыздар. Қараңыздар қалай күшті істеген. Кешірім сұраймын, Африкан бауырлар. Мәш, ұсташ, жеңімпаз мынау. Мынандай күшті істеген, қараңыздар. Потолок. 24 мың лайк тұр, 24 мың. Әлі де тоқтатпаңыздар. Эдитті потологын қоятын достарына жіберіңдер. Ассалаумағалейкум бауырым, сен алғашқы 50 мың теңгені ұттың, Каспийін жазып жібер. Ассалаумағалейкум бауырым, екінші 50 мың теңге саған бұйырып тұр екен, Каспийін жазып жібер. Алла қаласа бүгін ертең миллион болады бұл. Жазма? Иә, жүрмейміз десең. Брат, видеоға 50 мың теңге деген, негіз 5 мың теңге. This is time for Africa. Енді пікірлерді оқып жатырық, Алла разы болсын барлықтарың. Одан сайын шабыт ашылып жатыр. Бұйыртса басқа мемлекетке барамыз да, сіздерге қызықты влог түсіруге тырысамыз. Не істеп жатсың сен? Үйленген адамға дейді, қатынның исін айт дейді, үйленбеген адамға ақшаның исін айт дейді. Ассаламалейкум атақты. Мән бер. Мен үйреніп алғам. Бұл жаңағы ахи емес, бұл тохи болды. Айтпақшы ақшаларын жетсек, Бек Сұлтан деген 50 мың теңге міне кетті, чек. Екінші жауап берген жоқ. Бек Сұлтан отчет сап қой сендер. Түсті деп сап қой. Сен емдету керек. Осы ақшаны бар ғой, ахи, адамдарға емес, саған берем ғой. Емделші сен. Достар, эдит жазаңдар айтына, қарсаңдаршы қанша ақша бар. Карталарды береміз, если что. Үйімізді сатып сендерге эдитке ақша. Мынандай ұзын комплимент көрмеппін бе? Алыстан біреу қарап тұрса, түрлі көрмеппін. Типа несіп бола ма? Араласып, кеп қиылады. Это чтобы держать дистанцию с императором подальше. Чтобы держать дистанцию с императором шығарған екен. Кисель сияқты? Горячий кисель. Что понял? Нұрсұлтан болды. Олжас, қолыңыз жуып келген шығарсыз? Таза вроде.
өте жарқы болып жатыр. Бұл Смеш бургер жасай, смеш. Бұл? Смеш, тройной жасайын ба? Один шаурма, одной, два шаурма, двойной мақұл ма? Бұл жер тар екен, Жоқ. Или мен лишний болып тұрмын ба? Сондай десе де болады, ойнайды. Вообще, не по теме еніп алғам, я? Қалай родной, кавадзе болып тұрмын ба? Котлеттер осылай шарик сияқты болып. Таза ет. Бізде смеш бургерде таза ет. Не, казбиф еттер сияқты екен. Сол ма? Дәл өзі. О, бәсе, мен бәрін білемін. Біреудік ма? Кеттік, ал бисмилля кірісеміз. Уланып қалып жүрмесе болды, главное. Бірінші сапа ғой ең басты. Прессовать етем ба қазір? Ал қараңдар, ал, бисмилля. Басыңызда? Братан, ал, салам алейкум, болды өші. Болды іштеңе. А чон жарамай қалды ма не? Ой, братан, сұрап болма. Қатты баспайын қойдым, Жоқ, тұра тұрыңыз қазір, мен сізге айтам. Бұл жерде қазір. Бізде бірінші тазалық, әрине. Сәл ебедейсіз болып жатқаным бар енді. Көтермеңіз тұрады. Басып. Болды, жаймен деп үйреніп келеді осылай. Қойдым, Кесу керек па бұл? Идеально. Аспаз болып істегенсіз. Әйеліме күнде тамақ пісіремін ғой. Кестік, енді арыға айналдыра беріңіз. Сенімді ұстай беріңіз. Болды. Қорықпаңыз. Кетет шығар? Жетер. Сырды да осы жерде жарты ете ма не? Өйткені сыр езіліп, дәмдірек болады да, кішкене сочнее будет. Тұзы жоқ қой, Неге? Тұз, жаңа қосуымыз керек еді. Ұмыт кеттік па? Салам алейкум. Мен өзім дегустатормын ғой жақсы. Бәсе мен сол үшін жабысып қалған ғой, мүмкін сол үшін. Бәсе. Сол үшін жабысқан ғой менікі. Бірақ басу керек деп қой. Қаяққа қатты басасың анам. Мына жерде бір-ақ адам жұмыс істеу керек сияқты, брат. Жоқ, мына жерде жаркада бір адам тұрады. Мұнда сборкада бір адам тұрады, раздачада бір адам тұрады. Сонда бір-біріне жағаласпайды. Өте ыңғайлы қойылған проект ғой. Болды онда. Қазір қандай бургер жасайын деп жатсыз? Смеш. Мына жерде смеш деген соусты аласыз. Мына рецептін айта кетейік енді. Жоқ, айтпа. Болмайды. Кішкене қыссаңыз. Оған түрін қарасаңдар, спанжы болып тағдай болып тұр. Коробочканы аламыз. Мен саған істедім ғой. Кек қаршы, айтсын қалай. Қалай. Айтса. Давай. Қалай. Что ма? Жақсы? Асылсын. Молодец, повар ғой мен бәрін, повар. Жасым менің келгенмен үйленбеген бойдақпын, өз қамымды ойламай ата-анамды ойлаппын. Жүрдім бір кез қыз іздеп, үй болатын сүйетін, көшен емес үйдегі шаруаны білетін. Бір қыз көрдім ұнаттым, бірақ кеттік қосылмай, себебі бір ол қыздың айтқан сөзі осындай. Бар жоғыңа шыдаймын, барлығына шыдаймын, бірақ жаным өлсем де ата-енеммен тұрмаймын. Ата-анамды қимадым, өмір бойы тұрыппын, сонда басқа амал жоқ, мен ол қызды ұмыттым. Түсініп тыңдаватсың ба? Тағы жүрдім жалғыз боп, күнде жүрдім іздеумен, қазына деп табылмас есі дұрыс қыз деген. Екінші қыз жолықты, таптым дедім, ұнаттым, ешбір адам шыдамас мінезіме шыдаттым. Бірақ та біз түбінде тағы кеттік қосылмай, себебі бір ол қыздың айтқан сөзі осындай. Барлығына шыдаймын, бар жоғыңа шыдаймын, бірақ жаным өлсем де ата-енеммен тұрмаймын. Ата-анамды қимадым, өмір бойы тұрыппын, сонда басқа амал жоқ, ол қызды да ұмыттым. Ер кезегі үш дедім, үшінші қыз кездесті, жасым болса шоқанның өлімімен теңесті. Таптым дедім, ұнаттым, болды дедім, үйленем, осы болар басымды әркез төрге сүйреген. Әттең жолым болмады, тағы кетті қосылмай, себебі бір ол қыздың айтқан сөзі осындай. Бар жоғыңа шыдаймын, барлығына шыдаймын, бірақ жаным өлсем де ата-енеммен тұрмаймын. Ата-анамды қимадым,
өмір бойы тұрыппын, сонда басқа амал жоқ, ол қызды да ұмыттым. Ойламаған бір жерден 4-ші қыз кездесті, ата-анаммен тұруға ол қыз бірден келісті. Үйлендік біз, үй болдық, өтті тоймен құдалық. 1 жыл болмай кеттім мен, тағы да бір сыналып. Құбылды ол жыл бойы дайындаған тосындай, әйелімнің сол кезде айтқан сөзі осындай: 1 жыл тұрдық бірге біз, енді өніп өсейік, осы жақын арада бөлек шығып көшейік. Қабылдадым бір шешім, орындалды арманы, сол әйелім менен де енді бөлек тұрады. Осылайша қыздарды қоймаймын мен ойлап көп, мейлі өтейін өмірден мен мәңгілік бойдақ боп. Не істейін әкеммен шешемді мен қимадым, 3 адам боп 5 қыздың жүрегіне симадым. Әлпештеген оларды мен қалайша қияйын, жүрегі кең бір қыздың жүрегіне сияйын деген ғой. Әдемі, әдемі.